Сәлем достар, бүгін біз ерекше печенье дайындайтын боламыз. Видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұл печеньені ерекше деп айту себебім, қамыры да өте ерекше, жұмсақ және жасалуы да өте қызықты. Жасап көріңіздер, видеоны аяғына дейін қарауларыңызға кеңес беремін. Қамыры пластилин сияқты қолға еш жабыспайды және піскен кезде де өте жұмсақ болып шығады. Енді видеодан көргендеріңіздей жұмыртқаға сары майды, крахмалды, ұнды, қант ұнтағын барлығын қосып, осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді біз ұнымызға бір қасық разрыхлительді қосып араластырып аламыз да, екеуісін қосып нан илейтін боламыз. Нанымызды осындай лопаткамен немесе қасықпен араластырсаңыз да болады, өйткені нан өте жұмсақ шығады. Басында осылай араластырып аламын, одан кейін қолыммен илейтін боламын. Дәл осы қамыр арқылы әртүрлі формадағы печенье жасауға болады, өйткені қамыры өте жұмсақ, жақсы шығады. Нанымызды илеп болдық. Мінекей өте жұмсақ, пластилин сияқты күшті қамыр болып шығады осындай. Енді нанымызды қолымызбен осылай домалақтап, формамызға тізіп шығамыз. Бутылканы осылай какаоға батыру арқылы саңырауқұлақтың формасын жасап шығамыз. Барлығын болғаннан кейін нанымызды бірден духовкаға салмаймыз, 5-10 минут осылай қойып қоямыз. Нанымыз кішкене көтеріледі, одан кейін барып қызып тұрған пешке саламыз. Печеньеміз 180 градуста 20-30 минутта пісіп шықты. Өте қатты қызартпай-ақ осылай сарғыш қылып ала берсеңіз болады, өйткені духовкада көп тұрса қаттылау болып қалады. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.